Кешер қадірлі көрермен, биыл жалпы жылдың басында еліміз үшін ашан айту керек. Қасіретті қаңтар деген атпен есте қалып, әрбір қазақстандықты толқытты. Біз жалпы қазақтар сондай халықпыз. Оқиғаны тез ұмытамыз, тез ұмытып кетеміз, бағаламаймыз, баға бермейміз ол бойынша, сараламаймыз, сараптамаймыз, сабақ алмаймыз. Енді қаңтар оқиғасы туралы қоғам алдында әртүрлі сұрақтар бар. Кейбір сұрақтар әлі де ашық қалып тұр. Қаңтар оқиғасында зардап шеккендердің мәселелері қалай шешіліп жатқанына да қатысты сұрақтар бар. Тіпті құқық қорғаушылар тарапынан әділетсіздік пен заңсыздық фактілер де болған. Бұл туралы президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың өзі де айтты. Бүгін рақымшылық енді. Қоғамдағы сенімділік деңгейін қаншалықты арттыра алады? Әділдік, гуманизм, ең алдымен қоғамдағы жанжал дәрежесін төмендеуге бағыттала ма? Және қаңтар қақтығысына қатысқандарға рақымшылық жасаудағы нақты талаптар қандай болады деген мәселені талқылаймыз. Студияда сіздермен бүгін Ерболат Мұхамеджан. Бағдарламаның қонақтарымен таныстыра кетсем, студияда Абзал Құспан, танымал қоғам белсендісі, Аманат қоғамдық комиссиясының төрағасы, адвокат, құқық қорғаушы, өз басым өте қатты құрметтеймін. Мейрамбай Кемалов, Қазақстан Республикасы бас прокурорының аға көмекшісі, парламенттегі өкілі. Дұрыс қой? Сонымен қатар бізде тікелей байланыс арқылы Салтанат Нұрымбетова, адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталықтың бөлім меңгерушісі. Негізгі сұрақ былай бастаса. Қасым-Жомарт Тоқаев биылғы Қазақстан халқына жолдауында қаңтар оқиғасына қатысушыларға бір реттік рақымшылық жариялау туралы шешім қабылдаған айтқан болатын. Міне қазір көрсеңіздер болады. Мемлекет басшысы рақымшылық жасау туралы Қазақстан Республикасының заңына қол қойды. Қазір оқып берсек, біз адамгершілік таныта отырып, осы қайғылы оқиғадан тиісті қорытынды жасаймыз. Мұндай жағдай енді ешқашан қайталанбайды. Бұған жол бермейміз. Енді солай болсын деп тілейік әрине. Әрине. Біз жамандықты тілеушіміз, біз жақсылықты тілеушіміз. Абзал мырза, сіз осы рақымшылық жасау бойынша, қателеспесем, бастамашылардың бірісіз, иә? Мәжілістегі комиссияларға қатыстыңыз. Ойыңызды ашық айттыңыз, Оған дейін мен Фейсбуктағы, әлеуметтік желдегі, сол қаңтар оқиғасы кезіндегі жазған посттарыңызды оқыдым, шынын айту керек. Көбінесе қарапайым халықтың жағында болдыңыз. Және мына қорғау органдарының әділетсіз, яғни тергеп жатқанына қатысты ойыңызды білдірдіңіз ашық түрде. Осы рақымшылыққа іліну үшін арнайы құжат дайындаудың қажеттілігі неге туындады? Жалпы рақымшылық жасау қоғам үшін не береді? Осыдан бастайықшы әңгімені. Бұл туралы осы заңның әу басында кіріспесінде бұл қоғамдық тұрақтылықты қалыптастыру, өзара сенімді қалыптастыру мақсатында осы заңды жариялап отырмыз деп анық көрсетілген. Яғни мемлекет бұл бір қатал әке есебінде ғой. Әке ол жөнге де салады, ол кеңпейілдікте таныталады. Өзінің мынау бір жолға бір шалыс басқан азаматтарына қатысты кең өзінің бір несін көрсетіп, ниетін көрсетіп, бір жолға бұл заңда көрсетілген. Әке мейірімді болу керек па, қатал болу керек па сонда? Әке мейірімді де болу керек, қатал да болу керек. Бірақ біз қандай болса да біз әкені жақсы көреміз. Ең бірінші кезекте әділетті болу керек әрине. Сондықтан бұл заңды шығарған кезде енді бұл кішкене образ түрде айтып жатқаным ғой. Біз дұрыс. Адвокат ретінде ғана емес, бұл жерде мен ең бірінші кезекте Аманат комиссиясының төрағасы ретінде осы мәселені ең алғашқы болып көтергендер біздер боламыз. Неге? Тергеу изоляторы жағдайында 600-ге жуық азаматтармен жеке-жеке отырып сөйлестік. Бұл комиссияның партияға қатысы бар ма? Жоқ, ешқандай қатысы жоқ. Ешқандай қатысы жоқ. Біз қаңтар айында Аманат комиссиясы мүмкін қоғам. Қаңтар айында Аманат комиссиясы болып құрылғанбыз. Ол кезде партия ребрендингті 1-2 айдан кейін жасады, қателеспесем. Бірақ бізден кейін жасады ол анда. Сондықтан халыққа түсінікті болу үшін сұрап жатырмын. Бұл Аманат деген атына байланысты да бұл әуелі мынау
Ақтау өңірінде Ақтаудың ақсақалдары сол жақта біздің комиссия мүшесі Уайс Ерсайынұлына арнайлап аманаттап тапсырады. Бізден сіздерге аманат, осы мына қаңтар оқиғасында зардап шегіп жатқан азаматтар, олар бізді қолдап шығып еді әу баста. Ақтаулықтар да, жаңаөзендіктерді қолдап шығып еді. Енді біздер бәріміз аман отырмыз, қаншама азаматтарымыз қамауда жатыр. Соның ішінде жазықсыздар болатын болса, соларды шығару сендерге аманат деп айтқан болатын. Бұл енді сіздің сұрағыңызға орай енді айтып жатқаным. Дұрыс. Енді 600-дей адаммен тергеу изолятор жағдайында кездестік, сөйлестік, пікірлестік. Сол кезде олардың көпшілігінің айтқан мынадай уәж болды келтірген. Біз бұндай болады деп ойлаған жоқпыз. Біз әу баста осы митингіге шыққан кезде бұл бейбіт митинг болады деп ойладық. Біз ол бір ғимараттарды өртейік, бір нелерді бұзақылық жасайық деген ниет болған жоқ. Бірақ осындай жағдай орын алып кетті арандатушылардың салдарынан. Сол себепті бізге кешірім берсін деген ұсыныс болды. 238 адам. 238 адам қаза тапты. Оның ішінде 238 адам ішінде. Қаза тапқан 238 адам ішінде. Осы жерде түсінікті болу үшін айта кетейін. Полиция қызметкерлері де кіреді. Оның ішінде 19 адам күштік құрылым қызметкері екен, яғни полиция. Судьялар да бар, күштік құрылымға кірмейді. 19. Әкімшілік соттың судьясы Алматы қаласында. Жоқ, ол күштік құрылымға жатпайды. Қанша адам олар? Действующий дейді ғой, қызмет етіп отырған судья да бар оның ішінде. Яғни билік өкілдері де бар. Мысалы үшін бәріміз білеміз. Қалғаны кімдер? Қарапайым халықтың саны қанша? Оның бәрін енді жіктеп қарайтын болсақ, әрине негізгі бөлігі ол мына қаңтар оқиғасына қатысушылар. Яғни қарапайым халық деп айтамыз. Бірақ осының ішінде күштік құрылым 19 адам деп асын сызып айтамыз. Ал билік өкілдерінде бар екендігін айтқым келіп жатқаны ғой бұл жерде. Дұрыс. Көп адамдар да қаза тапқандығын. Сол кезде біз мына заңға байланысты алғашқы сұрағыңызға жауап бере кетейін. 600-ге жуық адаматпен кездескен кезде солардың өздерінің айтқан уәжі осы болды. Біздің өтінішіміз, сіз енді президент қолдаған комиссиясыздар ма? Президентке біздің өтінішімізді жеткізіңіз. Bir жолға кешірім жасасын бізге. Біз бұндай болады деп ойлаған жоқпыз. Сол осы рақымшылыққа яғни енген азаматтардың әрқайсымен кездестіңіз бе әлде қалай? Әрқайсымен деп айта алмаймын. Жалпы 1600 жеке адам ол дейтін анықталғаны күні бүгін 5300-дей жалпы қылмыстық факт тіркелді. Әртүрлі санаттағы қылмыстар. Соның ішінде 1600-дей анықталған болса, біз 600-ге жуығымен қамауда отырғандармен. Ол барлығы бірде қамауда болған жоқ қой. 600 адаммен тілдестік. 600-ге жуық адаммен кездестік. Бізде әрқайсының тізімі бар, сөйлестік. Сол кезде олардың барлығы негізгі бөлігі, басым бөлігі, егер проценттік тұрғыда айтатын болсақ, 99.9% дейік, бұрын соңында істі болмаған, құқық қорғау орындарының назарына ілікпеген, яғни қандай да бір болмасын құқық бұзушылық жасамаған бейбіт адамдар екендігін көз жеткіздік та. Солардың айтқандары осы болды. Аяқ астынан біз неге қылмыскер болып кетуіміз керек? Осындай жағдай орын алды. Bir жолға бізді кешірім жасасын деп, осыдан кейін біздер биылғы жылдың ақпан айынан бастап жаза бастадық. Bir жолға амнистия жариялау қажеттігі туралы. Президент ескерді ол. Президент осыны ескерді. Ол үшін біздің алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Біз өзіміздің атымызда емес алғыс. Сол бізге осы тас түскен жеріне ауыр дейді ғой. Сол қиын жағдайға тап болған. Олардың тума-туыс ағайындардың атынан айтуға тиіспіз бұл жерде. Мен үшін өте ауыр тақырып бұл, шынын айтайын. Мейрамбай мырза, мысалы осы жерде біз қазір сандарға қарасақ, қаңтар оқиғасында орын алған құқық бұзушылықтар, әкімшілік жауапкершілікке 4918 адам, бұлар қамауға алынбайды, әкімшілік жауапкершілікке тартылады да, айыппұлын төлеу мүмкін, ескерту ретінде берілуі мүмкін. 1978 адам екен, қамауға алынғандар. 1060 адам сотталғандар деп айтылады. 494 қылмысты іс қозғалған. Сіздер тексеріс жүргіздіңіздер ғой детально. Мысалға, бұл жерде полициялардың да әрекеттеріне қатысты, тергеушілердің де әрекеттеріне қатысты. Жалпы прокуратураның қызметі заңның сақталуын қадағалау. Осыдан бастайық әңгімені. Қаншалықты заң сақталған? Заңның сақталуын қадағалау. Қылмыстық процесте әкімшілік істер бойынша прокуратура ең алдымен ол әрекеттердің заңдылығын, жауапкершілікке тартылып жатқан адамдардың қаншалықты заңды түрде жауапкершілікке тартылып жатыр, олардың әрекеттерінде қылмыс белгілері бар ма, соның бәрін күнделікті біздің атқарып отырған жұмысымыз. Сондықтан
бұл істердің бәрі прокуратураның ұдайы бақылауында, қадағалауында деп айтсақ ешқандай артық емес. Ол шынымен солай рас. Өздеріңіз білесіздер, кім болса да, кім адамның болса да адамға тән нәрсе, тән құбылыс жауапқа тартылған кезде ең алдымен не істейді? Ол құқықтық жағынан өзіне қорғаныш іздейді. Сол мына құқықтық қорғау институттарының бірі прокуратура. Прокуратураны енді былай көп адамдар мүмкін дұрыс түсінбегендіктен болар, күштеу органы деп түсінеді. Ал негізгі прокуратураның миссиясы заңдылықты қамтамасыз ету. Сондықтан қаншалықты сол миссияны орындауда прокуратура? Прокуратура сол миссияны, сол миссияны орындап келеді, әрі қарайда орындай береді. Оның үстіне былтырғы жылдан бері, осы 2 жылдан бері қылмыстық процестегі, қылмыстық іс жүргізудегі прокуратураның жұмысы кеңейді. Қазір мына қылмысты саралау, қайта саралау, тіпті мүлікті тәркілеу, бұлтартпау шарасын қолдану, соның бәрі тергеуші бұрынғыдай өзі шешім қабылдап, өзі бекіте алмайды. Міндетті түрде прокуратура келеді. Яғни бұл осы жылдың басынан бастап айыптау актісін жазып бекітетін прокурордың өзі бұрынғыдай тергеу жасамайды. Сондықтан мына қаңтар оқиғасына байланысты болған кезіндегі істердің бәрі прокуратураның жіті қадағалауында. Мына саралауға бірақ қателіктер орын алды, иә? Қателіктер адам болғасын жерде адам ол пенде. Қателік кімнен болса да болуы мүмкін. Бірақ прокуратура адамның құқықтарын бұзатын... Прокурорда отырған жоқпын мен, прокуратурда отырған жоқпын. Жалпы айтып тұрмын ғой. Адам құқықтарын бұзатын өрескел мына құқық бұзушылыққа жол бергендердің алдын кесіп, сол құқық бұзушылыққа президентке өтірік ақпарат бергендер болды мысалы. Оны ашығын айтуымыз керек қой енді. Депутаттардың барлығы айтты ғой, сіздер жиналысқа қатысқан кезде. Бұл сұрақты прокуратура өкіліне қойыңыз өте орынды. Себебі президент қаңтар оқиғасын жауапты қылып прокуратураны айтты. Сондықтан барлық осы мәселе бойынша бірден-бір енді жауапты мекеме прокуратура болып табылады. Әрі жоғары қадағалаушы орган ретінде, әрі президент өзі тек қана осы прокуратура органдарының атын атап айтты ғой. Ұлттық қауіпсіздік комитетін айтқан жоқ. Олардың бәрі де жұмыс жасап жатыр әрине. Бірақ жауапты қылып прокуратураны белгіледі. Бәріміз білеміз. Арнайы тапсырды бас прокурорға. Сондықтан бізге маңызды сіздің жауабыңыз. Сіз енді бас прокурордың аға көмекшісіз ғой. Иә. Маңыздысы, егер осы бүгінгі кешегі күні президент қол қойып, қолданысқа түскен рақымшылық жасау туралы заңға келетін болсақ, бұл заңды жасауды да бас прокуратураға тапсырылды. Бас прокуратура қоғамдық белсенділермен, Абзал мырза жаңа айтып кетті, біздің еліміздің ірі заңгер ғалымдарымен бірлесе отырып, адвокатурада қатысты, қоғам белсенділері де қатысты, құқық қорғау органдары қатысып отырып, бүкіл істерді саралап, осы рақымшылық жасау туралы заңның жобасын жасап, қабылдауға қатысты. Рақымшылыққа қатысты бір сұрақ. Бас прокурордың орынбасары Шындалиевтің айтуынша, рақымшылыққа іліккен адамдар ақталған болып есептелмейді екен. Бұл оңалту негіздеріне жатпайды. Сондықтан рақымшылық түрінде егер бізде сол пікірді қойсаңыздар, өтініш. Құрметті режиссер, Шындалиевтің пікірін. Бұл оңалту негіздеріне жатпайды. Сондықтан рақымшылық түрінде, рақымшылық түрінде жазадан босатылған тұлғалар үшін заңнамада белгілі бір шектеулер бар дейді. Қандай шектеулер туралы айтылып жатыр? Қандай шектеулер? Әр адамға бөлек пе әлде қалай? Мына адам сотқа дейінгі сатыда егер тергеуші және прокурор оның істеген ісінде әрекетінде ешқандай қылмыс жоқ десе, қылмысты тоқтатады бірден. Қылмыстық істі тоқтатады. Сотқа дейін жеткізбей. Ал сотқа жеткен күннің өзіне соттың өзі адамның ісінде әрекетінде қылмыс құрамы жоқ деп тапса, онда ақтау үкімін шығарады. Ал мына жағдайлар екі жақтың бір-бірімен примирение дейді ғой, татуласу бойынша, соның ішінде мына рақымшылық жасау бойынша адамды қылмыстық жазадан, қылмысқа жауапкершіліктен босататын болса, бұл ақталу болып табылмайды. Мен сізге бір нәрсені айтып кетейін. Мына сот ауыр және аса ауыр істерді қараған кезде, жоғарғы соттың, ұмытпасам, 20 ақпандағы болу керек, 18 жылғы қаулысы бар, сонда көрсетілген. Мына сотталушыға
рақымшылық жасауды қолдану үшін ең алдымен оның келісімі керек. Ал келісімі дегеніміз ол оның айыбын мойындауы. Ол айыпты емес болып табылмайды. Оның айыптылығы қалады. Және шектеулер заң бойынша шектеулер болады. Мысалға, онша ауыр емес және ауырлығы орташа қылмыстар бойынша жазадан толығымен босатылады. Соттылыққа шейін алып тастайды. Бірақ мына заң қолданыстағы заңға үңіліп көрсек, ол адам мына қылмыстық процессуалдық кодекстің рақымшылық негізінде жауапкершіліктен босатылған адам кейбір жұмыстарға алынбайды, құқық қорғау органдарына алмайды, мемлекеттік қызметке алынбайды. Тіпті педагог ретінде мына осыдан 2 жыл бұрын қабылданған педагогика мәртебесі туралы заң бар ғой, сол бойынша педагогикалық қызметке де алынбайды. Мысалға, қаңтар оқиғасына қайтып келейік. Мына заңда 132-ші бап бар. Кәмелетке толмаған балаларды қылмысқа тарту дейді. Ол үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылып, сол арқылы амнистияға түсіп қылмыстық жауапкершіліктен шығатын болса, ол адам ертең мұғалім болып орналаса алмайды. Себебі заңда сондай шектеу тұр. Абзал мырза, сіз енді бұнымен тоқтамайсыз ғой. Ары қарай мысалға ол азаматтардың бізде заңның орындалуы кейбір кезде қызық қой өзі. Мысалға, бастапқы президенттің айтылған сөзі соңына қарай келген кезде, орындалуға келген кезде бізде әкімдіктер немесе басқалар басқаша қарап жатады да көп жағдайда, органдар. Сіздің ойыңызша осы орындалу жағын енді қадағалау бойынша қандай жұмыстар жүргізесіз? Өте дұрыс сұрақ, себебі жалпы аманат комиссиясының құрылуының өзі құқығының шектелуіне қатысты. Түсінікті. Аманат комиссиясының құрылуының өзі осыған байланысты. Біз президент әкімшілігіне қабылдауына келген кезде енді оңай болған жоқ. Әлеуметтік желіні шулаттық. Әртүрлі жағдайлар болды, қоғам қолдады бізді. Сол кезде біз мына мәселені айттық. Бұл мәселені әдеттегідей құқық қорғау органдарына тапсырып қоюға болмайды. Бұл міндетті түрде қоғамның бақылауында болу керек. Яғни жалпы осы тергелу барысы, азаматтарды фильтрация дейді. Бұл енді жалпы АТО дейді, антитеррорлық операция кезінде сол эпицентрде кімдер болды, соларды аппаратта қамайды. Сосын жаңа тұр ғой, 4918 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. 4918 адамды әкімшілік жауапкершілікке етіп шығарды. 1978 адамның қазір көпшілігі шығып кетті. Қазір ондай адам саны отырған жоқ. Осы процестердің бәріне біз қоғамның да бақылауында болу керек деп талап еттік. Сол себепті бұл жұмысымызды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Дәл осы рақымшылық заңына байланысты социализация деген мәселе қарастырылған. Яғни жұмысқа орналастыру, әрі қарай жаңағыдай денсаулық жағдайлары зардап шеккен болса, оны ары қарай емдеу, сауықтыру жұмыстары. Сөйлестіңіз ғой, мысалы 600 адаммен сөйлестім дедіңіз, сіз ғана емес, енді сіздің тобыңыз, комиссия сөйлесті. Қалай жалпы? Енді бастапқы сұрақ жауапсыздық қойып отыр да. Біз осыны қамтып айтып кетейін. Осыны біз ары қарай жергілікті атқарушы органдармен бірге осы заңның талаптары орындалуына да біз назар аударатын боламыз. Өйткені оны жаңағыдай заңның орындалуында болды, енді болды қалдыра салу деген жоқ. Ол үлкен мәселесі орындалуы. Әйтпесе біздің заңдарымыз жалпы Европаның үздік былай заңнамасынан ешқандай кем емес. Егер теориялық түрде алып қарайтын болсақ, жазба түрде алып қарайтын болсақ, мәселенің бәрі осы орындалуында болып тұр ғой. Сол себепті ол 600-ге жуық азамат, ол біздің жеке кездескен адамдарымыз, олар жалпы картинадан бізге хабар береді, жалпы картинаны береді. Бірақ біздер қазір комиссияның бүкіл телефон номерімізді беріп отырмыз. Осы жерде де қайталап айтып кетсем болады қазір. Одан кейін жерде офисіміз бар қазір Алматы қаласында. Қай жерде орналасқан? Бұқар Жырау 33, номер 3-ші офис. Алматы қаласының әкімі Досаев мырза бізге енді коммуналдық мекеме есебінен берді. Коммуналдық төлемдерді өзіміз төлеп отырамыз. Халықты сол жерде қабылдап отырмыз. Мүмкін болса жазып қойсаңыздар офистің номері. Бұқар Жырау 33, номер 3-ші офис. Номер 3-ші офис. Осы бойынша жұмысымызды әрі қарай жалғастыра беретін боламыз. Яғни барлық Бұқар Жырау 30 дедіңіз, 33, номер 3. Сол әрі қарай кім бізге қандай көмек сұрап жүгінеді, барлығын мәселесімен айналысатын боламыз. Одан бөлек Алматы қаласының жағдайында біз прокуратура органдарымен бірлесіп әр аптаның бейсенбі, жұма күндері азаматтарды қабылдауға бірге қатысып отырмыз. Яғни прокуратураның азаматтарды қабылдауына да біз араласып отырмыз. Сол арқылы мейлінше көмек қолымызды созамыз, әрі қарай жалғастыра беретін боламыз. Түсінікті Абзал мырза. Қазір 1 минут бізде Зуммен Салтанат ханым күтіп қалды. Байланысты адам құқығы өкіліне сұрақ қойсақ. Салтанат ханым, кеш жарық. Көп рахмет бізді
Кешірім сұраймын күтіп қалғаныңызға. Енді сіз тыңдап қатысып отырсыз ғой. Қаңтар оқиғасына қатысушыларды азаптау фактілері желіде тарады, иә? Мысалы, тергеу кезінде үтікпен басу, азаптау фактілері қоғамға белгілі. Бүгінгі күні 49 полицейге билік өкілетін асыра пайдалану азаптау бойынша айыптар тағылған. Қылмысты жасыру бойынша айыпталған бір полицей ғана рақымшылыққа ілінуі мүмкін деді. Сіздің пікіріңізше азаптау бойынша айыпталғандарды рақымшылыққа ілінуіне қандай себептер бар? Рақымшылық жасау туралы... Олар іліну керек па рақымшылыққа? Рақымшылық жасау туралы күні кеше қабылданған заңның 7-ші бабында нақты көрсетілген осындай рақымшылық жасауға тартылмайтын, яғни оларға қолданылмайтын адамдардың тізімі нақтыланған. Бұл ретте осы тізімде азаптаулар жасаған адамдар бұл рақымшылыққа ілінбейді деп нақты көрсетілген. Демек, қандай да бір жаңағы азаптау фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалған және тергеу үстіндегі қазіргі адамдарға қатысты бұл заң қолданылмайтыны ол сөзсіз. Ол біріншіден. Екіншіден, жаңа айтып отырсыз ғой, барлығына белгілі, қазір қоғамға да күнделікті біз бақылап отырмыз. Адам құқықтары жөніндегі уәкілінің өзі де, оның облыстардағы өкілдері де, мына адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталықтың қызметкерлері де сот процесіне бақылаушылар ретінде қатысып, сот төрелігінің тиісті деңгейде атқарылуына, яғни адамдардың сот процесінде құқықтарын сақталуына біз де өз септігімізді тигізіп отырмыз деп айтуға болады. Себебі біз сот процестерге қатысып, яғни осы азаптау фактілері бойынша қазіргі өтіп жатқан сот процесіне қатысып, өз үлесімізді қосып, тиісті жаңағы сұрау салуларды жасап отырған жағдайымыз бар. Сондықтан да оған құқықтық бағаны әрине сот береді. Сот төрелігіне ешкімнің араласуға құқығы жоқ. Дегенмен, сол сот процесіндегі адамдардың құқықтары қылмыстық процесс кодексінде көзделген, нақты сақталуы тиіс. Сондықтан біз соған бақылау жүргізіп отырмыз. Түсінікті. Көп рахмет, Салтанат ханым. Абзал мырза, алып қосарыңыз бар ма осы сұраққа? Иә, жаңа сіздің тілге тиек еткен 49 полиция қызметкерлерінің, күштік құрылым қызметкерлерінің біреуі ілігеді деп қалдыңыз. Ол азаптау фактісіне қатысы жоқ. Ол болған қылмысты жасырып қалғандығы үшін. Яғни ол анау айтқанда ауыр қылмыстар санатына жатқызылмаған. Түсінікті. Сізге мынадай сұрақ. Мысалы, қаңтар кезінде енді жалпы қаза болған азаматтардың туыстары жақындарын ақтауды талап етіп, халықаралық ұйымдарға өзінің сұранысын көмектессеңіздер деген сияқты сондай пікірлерін білдіріп жатты. Қалай ойлайсыз, халықаралық сарапшыларды осы процеске шақыруға не кедергі? Халықаралық сарапшылардың қатысуы жөніндегі жалпы қажет па, қажет емес па деген сұраққа келейін. Біздер ең алдымен кеше ғана 25 күні республика күнін атап өттік, егемендігі атап өттік. 30 жылдан асқан тәуелсіздігіміз бар. Біздің заңнама бойынша, ол туралы конституцияда да айтылған, басқа елдің, басқа жердің заңнамасы бізде қолданылмайды. Егер жаңа халықаралық шарт болып, соны парламент арқылы ратификацияланған болмаса, қолданылмайды. Ең алдымен, біріншіден. Екіншіден, біздің өзіміздің заңнама бар. Бізде заңнама арқылы конституцияның негізінде, қылмыстық процессуалдық кодексте айтылған сот, тергеу органдары, олардың өкілеттіктері бар. Ал жарайды халықаралық ұйымдарды қатыстырдық делік. Олар қандай мәртебеде, қандай статуста қатысады? Не деп айтады? Олар куә ретінде де қатыса алмайды ғой. Сондықтан олардың енді менің ойымша, ондай негіз бізде заңнамада да жоқ. Қандай, былайша айтқан кезде, целесообразность дейді ғой, орысша айтқан кезде, қандай қажеттілігі бар, мен сол жағынан үлкен күмәнді деп ойлаймын. Екі мысал келтірейін. Осы кезге дейін Қазақстанның бюджет қаражатын ұрлап,
тонап қашып кеткен ірі олигархтарымыз бен шенеуніктеріміздің біреуі де қайтқан жоқ Қазақстаннан, байқайсыздар ма? Олардың барлығын барған елдердің сол өз мемлекеттері қорғауына ала қояды. Неге екенін түсіндірейін. Мен ол салада мен жұмыс жасаған адвокатпын. Енді қорғауымда да адамдар бар. Өте ірі деңгейде сол халықаралық деңгейде сотта жүріп жатқан істері. Мысал үшін Великобритания мемлекетін алып қарайық. Сіз егер Ұлыбритания мемлекетіне 3 миллион фунт стерлингті апарып салатын болсаңыз, оның маңызды емес. Жырлап алдыңыз ба? Сізге ерекше статус беріп қарсы алады. Яғни үлкен қаражатпен қашқан олигархтар, экс-шенеуніктер, олар өздерінің панасына ала қояды. Өйткені бұл ақша әділетсіз ба деген сұрақ туындайды ғой. Оны қорытындыны өздері жасасын, көрермендер. Олар өздерінің панасына ала қояды, өйткені ол келген қаражат олардың экономикасы жұмыс жасайды. Екінші мысал келтірейін. Күні кеше ғана Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығын қорғау жөніндегі комитеті Кәрім Мәсімовке қатысты мәлімдеме жасады. Заңсыз ұсталып отыр, заңсыз қамалып отыр, дереу босату туралы. Әділетті ме, әділетті емес пе? Онда көрермендердің өз еншісіне қалдырайық. Сондықтан егер шетелдік ұйымдар араласатын болса, өзінің ішкі мәселесі ғой. Біз халықаралық деген кезде шетелдік ұйымдарды айтып отырмыз ғой. Шетелдік ұйымдардың да өздерінің мақсат мүддесі бар екендігін ұмытпауымыз керек. Түсінікті. Абзал мырза, сізге тағы бір сұрақ қойғым келеді. Біздің замандасымыз, сіз жақсы танисыз деп ойлаймын, Жанболат Мамайды осы рақымшылыққа ілінді. Көпшілік қоғам, әлеуметтік желіде мен қарап отырмын, жақсы қабылдады. Әрине. Сіздің пікіріңіз қандай? Сөзсіз оң. Мен Жанболат Мамайды жеке танимын, оның ата-анасын танимын, жолдасы Инганы бала-шағасына дейін танимын. Себебі Жанболат Мамайдың алғашқы адвокаттарының бірі мен болам. Сонау Жаңаөзен оқиғасы естеріңізде болар. Сол кезде Жанболат Мамаймен белгілі кинорежиссер, енді қазіргі кезде марқұм Болат Атабаевтың үстінен қылмыстық іс қозғалып, олар қамауға алынған болатын. Сол кезде мен осы азаматтарды қорғаған едім. Жанболат Мамайды ресми түрде, Болат Атабаевқа былай бейресми түрде қорғаған болатын. Сол себепті әрине мен толығымен қолдаймын. Бұның қажеттілігі туралы біз де қолымыздан келгенше жазатын жеріне жаздық. Былай ел алдында былай біз енді сөйлеп пікірімізді ашық білдірмеген шығармыз, бірақ мейлінше мен осыған атсалыстым өзім тарапынан. Президенттің жалпы тағы да сізге қойғым келіп отыр, рақымшылық осы бойынша өзінің алғаш жолдауында сөзді айтуы, бұл қаңтар оқиғасына берген бағасы ретінде қабылдасақ бола ма? Өйткені осы әрине сөзсіз. Себебі егер мысалы барлығын кінәлі етіп, яғни ол бойынша да жұмыстар жасауға болар еді, мысалға. Әрине, жасалған іс-әрекеттерді қылмыс емес деп айтуға, тіпті менің өзімнің қанша осы қоғамдық комиссияның төрағасы ретінде елдің халқын қаншама шығындар келді, экономикалық шығындар, бизнес, кішігірім кәсіп, өртеу. Сөйте тұра, оның барлығын қылмыскер деп те айта алмаймыз. Нақты мысал келтірейінші. Талдықорған қаласында болған оқиға. 15 жасар ма, 14 жасар ма кәмелетке толмаған бір 11 бала отырды. Солар біз ақпан айында барған кезде прокуратураға ұсынысымыз енгізіп, барлығын босаттырдық. Бір апта 10 шақты күннің ішінде. Соның біреуі не үшін отырғанын айтайын. Бізге слайдты қойып қойсаңыз. Мына неге мына полиция департаменттерінің барлығы ашық-шашық қалдырылып қояды. Оның ішінде оружейник дейміз, қару-жарақ қоймалары да ашық қалады. Оны көрінген адам бар қаруды тонап жатыр. Ешқандай шабуыл жасап жатқан жоқ, ашық жатыр оның бәрі. Сол кезде бұл балалар да кіріп, бір бала соның ішінде берцей ұрлап алады. Аяқ киім, әскери аяқ киім. Ана берцейдің размері 45 размер. Ол бала не үшін алғанды түсіндірмейді. Оның аяғы әлдеқайда кішкентай размері. Сол былай қарасаңыз, енді ол ауыр қылмысқа саналып кетеді. Себебі қару-жарақ деген сөзге назар аударыңыздар. Ол қару ұрлағанмен тең. Көрдіңіз бе? Ал бірақ енді сондай бір болашағынан үміт күтпейтіндей бір қылмыскер деп айтуға тағы келмейді ғой. Бірақ жасаған іс-әрекеті қолданыстағы қылмыстық кодекс бойынша нақты қылмыстық іс. Баға беру ма президенттің? Бұл жерде бұл баға беруді былай түсінуіміз керек. Бұндай ірі оқиғаларға әуелі құқықтық баға беріледі. Бірінші. Қазіргі таңда осы құқықтық баға беру процесі жүріп жатыр. Одан кейін саяси баға беріледі. Саяси баға әлі берілген жоқ. Қашан берілуі мүмкін? Ол осының барлығы біткеннен кейін алдағы уақыттағы еншісінде, бұл келесі жылдар беріледі деп есептеймін. Барлығы қылмыстық істер аяқталып, сот үкімдері шыққаннан кейін. Содан кейін барып, тарих өз бағасын беретіндігін ұмытпауымыз керек. Ол бір 10 жылдан, 20 жылдан кейін. Енді ол тарих қандай бағасын береді? Халық өз тарапынан қандай баға береді? Ол басы ашық мәселе, уақыттың ішіндегі шаруа. Көп рахмет. Мен ойымша бұл ешқашан ұмытылмайтын қасіреттің бірі. Дұрыс па, Абзал мырза? Біз бұл тақырыпты
болашақта әлі де талқылайтын боламыз, тіпті біздің балаларымыз, немерелеріміз де талқылауы мүмкін. Сіз дұрыс айттыңыз, тарих өз бағасын беретін болады. Сол тарихтың дұрыс болуына біз бүгіннен бастап септігімізді тигізуге тырысайық. Келесі эфирге дейін сәттілік бізбен бірге болсын.